Түн. Баяғыда адамзатқа тыныштық сыйлаған қараңғы түн. Аспанға қарасаң жұлдыздар сансыз еді. Қараңғы түссе қала үнсіз қалатын. Адамдар ерте ұйықтап ерте тұратын. Түн демалыстың өзі болатын. Бірақ қазір түн жоғалып бара жатыр. Қалаларда тоқтаусыз жанып тұрған шамдар, үйлерде түннің ортасына дейін жанып тұрған экрандар, телефонның жарығы, телевизор, көшенің шамы, біздің көзімізге тыным жоқ. Түн бар сияқты, бірақ қараңғылық жоқ. Түн бар сияқты, бірақ тыныштық жоқ. Адамдар ұйықтап жатқан сияқты, бірақ миы ұйықтамайды. Бұрын түн адамды емдейтін, қазір түн адамды шаршата бастады. Өйткені біздің түніміз жасанды жарықтың астында өтіп жатыр. Адамдар аңғармайды. Бір кездері табиғат сыйлаған қараңғы түн енді баяғы күшін жоғалтып келеді. Жарыққа толы түн ұйқыны емес шаршауды көбейтеді. Біз соны байқамай, күн сайын өз түнімізді өзіміз өлтіріп жатырмыз. Міне, дәл осының кесірінен адам бүгін шаршаңқы. Өйткені жарықта ұйықтау дененің табиғи ырғағын бұзады. Мелатонин бөлінбейді. Жарық миға күн әлі батпады деген сигнал жібереді. Содан ұйқы гормоны мелатонин өте аз бөлінеді. Ұйқы жеңіл, сапасы төмен болады. Ертеңгі күні көңіл күйі нашарлайды. Дене толық демалмағандықтан ашуланшақтық пайда болады. Семіздік, диабет қаупі артады. Ғалымдар дәлелдеген, жарықта ұйықтайтын адамдарда гормондық тепе-теңдік бұзылады. Жүрекке ауырлық түседі. Түнгі жарық стресс гормонын көбейтеді. Жүрекке жүктеме артады. Түн жоғалып бара жатыр, бірақ оны қайтара алатын бірақ нәрсе бар. Шынайы қараңғылық. Ұйықтағанда жарықты толық сөндір, түнді қорға, өз денсаулығыңды қорға.